Әлемдегі қылмыстың басым көпшілігінің арақ пен шараптың кесірінен болатындығын білесіз бе? Бұл ғылыми факты. Жер бетіндегі қылмыстардың басым көпшілігі, яғни адам өлтіру, көлік апаттары, отбасылық ажырасулар, балалардың жетім қалуы секілді қаншама қылмыстардың негізгі себебі итермелейтін арақ ішкен адамдар, яғни шарапты қолданғандар. Біреудің қайғысынан ақша жасап отырғандар да көп емес. Біреулер оны сатып пайда тауып жатса, біреулер соған шақырып, жарнама түсіріп пайда тауып жатыр. Ал енді адамның миында сондай бір бөлік бар. Арақтың жарнамасын көрген уақытта бірден сол араққа деген құмарлығы оянады. Бұл ересек адамға қарағанда ғалымдардың ғылыми дәлелі бойынша жас балаларда өте тез жұмыс істейтіндігін айтады. Яғни арақтың жарнамасын көрген бойда араққа қарай ішуге ұмтылыс жастарда көп екен. Бұл дегеніміз болашаққа трагедия ғой. Яғни ғалымдарымыз тағы да мынандай бір тұжырымдар айтты. Бір мемлекеттің өзінде қылмысының жалпы 100% деп алатын болса, соның 40%-ын тек қана арақ шараптың себебінен болғандығын ғылыми дәлелдеді. Енді пайғамбарымыз тек мұсылмандардың ғана халін емес, күллі адамзаттың жағдайын ойлап, хадисінде Аллах тағала 10 категориядағы адамдарға лағнет айтты. Арақты өндіруші, оған өндіруге тапсырыс беруші, сатушы, сатып алушы, оны ішуші, арақты көтеріп тасымалдаушы, тасымалдауға итермелеуші адам. Осы секілді 10 категорияға Аллах тағала, яғни араққа қатысы барларға Аллах тағала лағнет жасады. Ал енді елімізді, жастарымызды бұндай қылмыстан әр ұстағымыз келсе, және қылмыстың жалпы алдын алғымыз келетін болса, онда арақ пен шараптан тыйылатын уақыт келді.